Құттықтаймын, керемет көлік. Бір күні балық аулауға бірге барып келейік. Жоқ бауырым, олай болмайды. Мен оны жалға беріп қойдым. Жалға бердің бе? Ол қалай болған? Міне, кәсіпкер жігітпен таныстым. Оның үлкен бизнесі бар, көліктермен байланысты. Содан мен келісіп, автокредит алып, көлікті бизнесіне жалға бердім. Ол маған табыс төлеп тұрады. Өзі сол көлікті серіктестеріне, клиенттеріне береді. Сол ақшадан маған төлейді. Бәрі жақсы. Мен тіпті екінші көлікті алдым. Енді екі есе табыс табамын. Таза пассив. Айтпақшы, егер қаласаң, контактісін бере аламын. Иә, берші. Сәлеметсіз бе? Мен автокредит рәсімдегім келеді. Тоқтаңыз. Бұл алаяқтардың бір схемасы. Көлікті жалға бергеннен кейін алғашқы 3 айда кредит пен сіздің үлесіңіз уақытылы төленеді. Бірақ содан кейін жалға алушы көлікпен бірге жоқ болып кетеді. Әдетте көлікті басқа елдерге айдап әкетіп, қайта сатып жібереді, немесе бөлшектеп сатады. Нәтижесінде жеңіл табыс орнына сіз көліктен де айырылып, кредитті де өзіңіз төлеуге мәжбүр боласыз.